Шиеден мохито жасауды көрсететін боламын. Видеоны ақырына шейін қараңыз. Шие ағашынан қалған компот жауып тастайын деп шештім. Бөлме температурасындағы суымызды құйып, 30 минутқа қойып қойдым, құрттары өлу үшін. Жапырағынан бөліп, тазалап алатын боламыз. Екі қайтара жуып, миятамызды алып, су құйып, сода құйып, бетін жауып, 10 минутқа қоятын боламыз. Тазаланады. Парттап алған банкімізге шиелерімізді салатын боламыз. Қайнаған суымызын жартылай қылып толтырып құятын боламыз. Қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушан басуды ұмытпаңыз. 15 минутқа суын құйып, суыған кезде банкімізді сүзіп аламыз шиемізден. 2 литр банкіге 1 пиала шекер қостым. Ал 3 литр болатын болса, 1,5 пиала қоссаңыздар болады. Мен дәл осылай өлшеймін. Қайнағанша миятамызды салып, 2-3 дана салдым. Қалауларыңызға қарап салсаңыздар болады. Осылай қайнаған кезде банкімізге құйып шығатын боламыз. Крышкасын 15 минутқа қайнатып алдым. Содан кейін закрывашкамен 3 қайтара до конца апарып жауатын боламыз. Жылы күйінше одеялға орап, 3 күннен кейін алып сақтап қоя берсеңіздер болады. Қысқа ас болсын. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.